Кеш жарық, бүгін бикештер туралы айтам, яғни девы. Бикештер өте салмақты адамдар, өздерінің пунктуальностімен, жауапкершілігімен көзге түседі бұлар. Өте ответственный адамдар, яғни жауапкершіліктері мол, бір тірлікті до конца апаратын, өте пысық, тірліктеріне тақадай, сондай адамдар бұлар. Идеальностьті жақсы көреді. Бәрі окружающий, өзінің окружающий, особенно семейный девалар, семьясында идеально қылғысы келеді. Сондықтан көбінесе критиковать ете бастауы мүмкін үйінде, өйткені жанұясын идеальностьқа үйреткісі келеді. Гигиенаға, чистоплотностьқа, оның түрі көп қой, енді идеальный болудың түрі көп. Көп сөйлегендерді жақтырмайды, мақтаншақтарды жақтырмайды, өтірік алдағандарды жақтырмайды, вот сондай сияқты соларды да өзгертуі мүмкін семьяда, ондайды болдыртпауға тырысады. Бикештер ақылды, остроумие бар, мудрость бар бұларда. Барлық нәрсені анализировать етіп жүретін адамдар. Ақшаны күшті үнемдейді бұлар. Любой ақшаны семьяда дева ұстаған дұрыс. Неге? Өйткені кішкентай ақшаның өзін бәріне жеткізіп, үнемдеп жұмсағанды күшті біледі бұлар. Бикештер мудростьтің арқасында көптеген ошибкаларды кешіріп жүріп, бір чашалар толады, толған кезде жарылады да, одан кейін олар кешірмейді уже. Кешіре алмайды. Қанша кешірім сұрасаңыздар да, кешірдім деп айта салуы мүмкін, бірақ рано или поздно оны обязательно сізге айтып қалады. Сен кезінде үйсіткесің, бүйткесің деген сияқты. Бикештер домашний адамдар, бұлар жақсы көреді, иногда жалғыз қалып, үйде өздерінің хоббимен айналысқанды, демалғанды, жалғыздықта иногда демалғанды жақсы көреді. Хобби әртүрлі болуы мүмкін, әшейін передача қарап жатуы мүмкін, йога, танцы, әртүрлі бір тірліктерде болуы мүмкін хобби. Вот сондай жақсы көретін ісімен айналысып, бір-екі күн жалғыз қалса, девалар милары қатты жұмыс істеп, бәрін анализировать етіп, өзінің семьясына да деген көзқарасы да өзгеріп, бір демалып қалғандай сезінеді. 90% девалар көбінесе өзінің үнемділігінің арқасында, мудростьтің арқасында жоқтан бар қылып, көбінесе байып кетіп жатады.